Неде Герман күнінде 13 yaşımda Перекоп деген uvал бар. Соға мен бардым ішлемеге. Епсі кішілер Германияға кетті. Үйде мен кішкене едім, 13 yaşımda едім. Үйден бір кіші алып Германияға жіберділер. Сон мен бе қалдым, кішкене деп мені алмадылар Германияға. Ана енді онда қалған соң мені Перекопта жол темізлеттілер. Жол темізлегенде мені алдылар. Кішкене болсам да, мен онда бардым, шапа тұта алмаймын қолыма, башқа бір шей қазма тұта алмаймын, кішкене едім. Мағасын бір қопқаман, күрішқа берділер, боқалқа деді, су алып келесен деді. Мен оларға су алып кеттім, кішкене екенмен де, бір мәл шижақ ауасы, еқлағаман, көзім алдына келген еқлағаман. Лемсе келіп, мені таяғыман түртті. Ана бетте деді, қалқа су дейлер деді. Онда қалқ көп. Бақырғаны ешітмей. Қолларını көтерелер. Мен оны қарап тұрып, оларға су алып кетемен. Ана енді ол Перекопны піттік жеріне. Сон мені алып кеттілер неге бе? Керішке. Поездман Керішке кеттік. Ана қызларының ішінде де ең кішкене мен қолымнан тұталар, мүсетелер, қолымнан тұталар, түшірелер балам. Анасын мен ояққа бардым, кенеде мен ояққа барғансын, ояқның нелерді, лемселерді маға башқа шей бермеді, қазма күрек бермеді. Су ташыттылар. Су ташыды мамына, Алла ежелеме сабыр берген екен, Алла ежелден сақлаған екен. 4-5 шырам не бар Керіште, поезд. О поездың астынан өтемен, үстінден өтемен, ояғына су алып шығаман. Шондай мүшкіл күнге қалдық шо күннері. Бабам болса армияда, шондай қиналдық. Шайтырып, бек қиналдық. Ана енді ондан етін әмін үйге келдік деген күнімізге келайық. Аны мана дегенше майының 14-інде бізді бір тада нелер шығардылар. Совет өкіметі келді, сын бізді шығардылар. Мен шығарғанда да 13 yaşımda едім. Өзбекстанға бардым. Тез анама рабочий болдым. Бабам армияда, енді анам бір өзі рабочий. Онда рабочийға бір дәне лепошка, бір не берелер. Порыс атала. Шо аталаға бола мен кішкене болсам да, 13 yaşımда рабочий болып кірдім. Шо 48-де Өзбекстанға бардық. 44-те. Ана шайтып ішледім. Бек емін қиыншылық көрдім. Анамда 8 дәне едік. 8 дәнесіне Өзбекстанға барғасын 3 дәнесі өлді, 5 дәнеміз қалдық. Ана о балаларына анаммен екіміз бір лепошкамен қарап жүрдік. Пайоқ берелер, айға 400 грамм ұн берелер. Шана шайтып, аяғымызда жоқ, башымызда жоқ, шалтыраймыз, ішке барамыз. Ана енді мен совхозға кіргенсін, рабочий болып, маға балабан іш бермеділер. Только қорай ташыттылар. Анда не бар? Кухна бар. Кухнаға мен қорай ташимын. Башқа шей қолымнан келмей бесе белі. Ана қорай ташимын, кухнаға ашып шірелер. Ана шайтып, бек емен шекішіп жүрдік. Анасын бабам кегесін, Алла шүкірсін, яқшы болдық. Анаммен екіміз рабочий болдық. Шайтып, 5 tane баланы анаммен екіміз шайтып қарадық. Өзбекстанға барып бек қорландық. Бек емен шекіштік балам. Ана енді Алла шүкір мына білайтып отырамыз. Ана шо. Анасын шайттырық. Онда ясағансын бір күн келділер. Ертеңмен бір шейден қаберіміз жоқ. Бабам армияда. Тез болыңыз, шығыңыз үйден деділер. Үйіміздің шейіміз тоғылы. Не алма білмей анам завалы. Біз жылаймыз, өлежекміз деп. Анам айтты, тоқтаңыз балам, бір шей қарайым, бір шей алайым дейді. Анам керекмей, бір шей алмаңыз, өлежекміз деп мен жылаймын. Икенім мен 13 yaşında. Бияқта 8 дәне қардашым кішкене. Ана шайтырып, неге бардық? Войнкаға біздеріне алып кеттілер. Бір шей алмадық, бір төшек, бір міндер, бір ястық алдық. Анам завалы шей береді, партнер еді. Машинам алайым деп шекішті, машинаны алдырмадылар. Ана шайтып, азғана ұн алдық, бір қопқа қадан ұн алдық. Онда жолда вагонда пішіреміз. Вагон тоқтай, вагонға кербіш алдық, бір жерге барып, шо кербішіне тесте саламыз, бір дәнеде тауа. Тесте саламыз да қыздырмас пішіріп жолда шайтып кетеміз. Бек қиналдық, битледік, неттік, анда Өзбекстанға барғаншы.
Sen Kagan деген yerge keldik, bu yüzden şu Kagan'a düşürüp bizlerine bitlegemizin yemizini tekşirdiler, gördüler. Ana bizni o nege küsettiler. Banyaga küsettiler şu Kagan'da. Onda bir talayımız ağırdık, bir talay kişiler onda ağırıp kaldı Kagan bançasında. Analары ketті, özleri soğundan keldiler. Ana bizler şükür Allah'a cıvınıp netip, bu poyuzga minip Özbekistan'a, Kaşkadar Yakkabak savkozuna barıp kırdık. Ana indi babam yok. Anam davalı, kıynalı. Kartanam kim bile kayda kaldı. Anam karıp, jayav jalpı kartanamını karıy. Uzak. 70 kilometre yerde kartanam kalgan. Anam onu karab alıp keldi. Ana şaytıp 6-8 bala kartanam bir kıynalıp yaşadık. Ana şaytırıp yaşap şükür Allah bugünge geldik.